Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Сіздерге осындай оюды тігудің алдында кергішке пяльца, енді орысша айтқанда соған қалай керетінін көрсеткім келіп тұр. Сосын оюды қалай сызып алатынын. Бірінші фатин аламыз, еврофатин желательно. Пяльцаңыздың размері 32 сантиметрден жоғары болған жақсы. Міне осындай кереміз. Барабан сияқты жақсылап керіп аламыз. Былай жақсылап керіп болғаннан кейін айналасын қайшымен қиып аламыз. Сізге мешать етпейтін қылдырып, тіккен кезде сетка шұбатылып тұрмас үшін қиып тастаймыз, артық керек емес жерін. Міне қарасаңыз, осылай қапталынан қарағанда теп-тегіс болып тұру керек, және ұрған кезде барабан соққан сияқты дірілдеу керек. Осындай қылып керіп алғаннан кейін осындай ою А4 форматта немесе өзіңіздің сызған оюыңыз болса, сетканың астына қойып сызып аласыз. Да болады. Мен ручкамен сызып жатырмын. Кішкене ұзақтау болады бұлай ручкамен сызсаңыз. Мен ручкамды тартып алып жатыр. Немесе кәдімгі карандашпен. Негізінде карандашпен тез болады сызғаныңыз. Осылай сызып алып, барлығын жақсылап оюды түсіріп алсаңыз болады сеткаге. Сеткаге сызып жатырмыз. Міне осы каналыма тіркеліп, подписка жасап, қолдап қойсаңыз болады. Міне оюымыз сеткаге түсті. Осы сетканы бойынша міне осындай әдемі ою тігіп шығардым. Бұл орамалдың оюы. Көріп тұрғаныңыздай орамалға отырғызылған, қазір көрсетемін. Осындай әдемі кестелі ою шықты. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.